Көп уақыттар бойы көптеген адамдар 13 саннан өте қатты қорқып келді. Кейбір лифттерде 13-ші қабатқа жол болмады. Кинотеатрларда немесе басқа да театрларда 13-ші нөмерлі орын болмады. Тіпті кейбір эйрлайндарда, мысалға алғанда Франция континентаралық эйрлайндарында 13-ші нөмерлер болмады. Сонымен трискоидикофобия деген не? Немесе адамдар 13 саннан не үшін қатты қорқады? Бірден айтып қояйын, мен 13 саннан қатты қорқпаймын, және мен ырымдарға сенбеймін. 13 саны мен үшін жай ғана қарапайым сандардың бірі. Және ең біріншіден 12 санның не үшін идеал өте керемет сан екендігін айтып кетейік. Ежелгі шумерліктердің сандар системасы 12 саннан тұрды. Одан басқа адамдарда 12 мүше бар. Бір жыл 12 айға бөлінеді, және күн мен түн 12 сағаттан бөлінген. Ал 13 саны қалайша адамдарды қорқытып жүр? Кез келген теолог немесе 13 саннан қорқатын адамдардан сұрасаңыз, олар бірінші Хазіреті Исамен болған оқиғаны айтып береді. Хазіреті Иса жазаға тартылмастан бұрынғы күнгі атақты соңғы кешкі аста 13 апостолының ішінде біреуі сатып кететінін білген болатын. Осы 13-ші апостол Иуда Искариот болатын. Оған қоса Хазіреті Исаны жазаға тарту жұма күні 13-ші жұлдызына сәйкес келген. Тағы да орта ғасырларда Европада дарға асатын жіпке дейін баспалдақтың 13 сатысы болған деген миф қалыптасып кеткен. Және ол нәрсе шынында болуы мүмкін. Ал конспирологтар 13 санына қатысты өте үлкен мифтер келтіреді. Олардың оқиғалары тіптен қызық. Гизадағы пирамидалар Дракон немесе Айдахар деген жұлдыздан қуат алады екен. Олардың сөздерінше. Ал бұл жұлдыз 13 жұлдыздан құралған. Өздеріңіз білетіндей, көп жағдайларда пирамидалар иллюминаттармен, масондармен байланыстырылады. Және жаңағы конспирологтардың ойы бойынша әлемді тіреп тұрған 13 отбасы бар екен. Астер, Коллинз, Фриман, Рейнольдс, Банди, Кеннеди, Дюпонт, Ли, Руссел, Онассис, Рокфеллер, Ван Дюйн және соңғы 13-ші ең кәрілері Ротшильдтер. Әрине, бұлар жай ғана конспирологтардың сөзі, ал мен өз басым ондайларға сенбеймін. Тағы да бір қызық ақпарат, көптеген мифологияларда 12 ең басты құдай болады, ал 13-шісі көп жағдайларда сатқын немесе жауыз кептегі бір адам болады. Мысалға, Норвег мифологиясында ең басты құдай Балурды өлтірген Локи есімді өтірікші құдай болады. Ең басты 12 құдай, одан кейін 13-шісі осы Локи деген құдай болады. Тіпті Азияда өмір сүрген парсыларда да осындай бір миф бар. Олардың ойы бойынша, осы жер планетасына 12 жұлдызды зодиакта өмірге келген 12 түрлі адам әлемді жер планетасын 12 мың жыл билейді екен. Ал соңғы 13-ші мың жылдықта жерде хаос болатын көрінеді. Білесіз бе, НАСАның айға жіберген Аполлон миссиясының бір миссиясы ғана сәтсіз орын алды. Аполлонның 13-ші миссиясы айға қона алмай жарылған болатын. Сол үшін де көптеген астронавтар немесе ғарышқа қатысы бар мамандар арасында бұл санға қатысты қорқыныш бар. Тіпті майя өркениетінде де бұл сан ерекше көрсетілген. Бәріңіз білетіндей майя күнтізбесі олар ғалымдар мойындаған өте дәлме-дәл күнтізбе болып есептелінеді осы уақытқа дейінгі. Осы майя күнтізбесінде 13 бактун деп аталатын цикл көрсетілген. Және 13-ші бактуннан кейін күнтізбе біткен, яғни жалғаспаған. Кейінірек ғалымдар есептеп 2012 жылы ақыр заман болады. Майя күнтізбесі бойынша деп айтады. Бірақ сәтсіз әрине. Көргендеріңізде аталған әртүрлі нәрселер әртүрлі адамдарға қорқыныш сыйлаған осы санға. Христиандар әйгілі кешкі астан кейінгі оқиғадан қорқса, конспирологтар 13 жұлдызы бар жоқ жұлдыздан қорқады. Ал басқа мифологияға сенетіндер 13-ші құдай көбінесе сатқын екендігін көреді, және сол үшін де 13 саны көп жағдайларда жақтырылмайды. Еуропада немесе тіпті ақш-та, Америка құрама штаттарында 13 саннан қорқатын адамдар 13-ші нөмірлі орындарға отырмайды, 13-ші этаждан үй алмайды. Тіпті кейбір христиан дін өкілдерінің ырымы бойынша үстел басында 13 кісі отпау керек екен. ақш-та, Америка құрама штаттарында адамдардың 6%-ында трискоидикофобия тіркелген, яғни жаңағы 13 саннан қорқу. Бірақ
Білесіз бе, бұл сан аталғандай бір өте қорқынышты сан емес, тіпті кейбіреулер үшін бұл сан өте сәтті сан болып тіркелген. Мысалға, спортты алайық. Спортта өте кең танымал және сәтті сандардың бірі болып есептелінеді. Американдық MLB-дағы бейсболист A-Rod Александр Родригес 13-ші нөмірлі жейдеде 2 рет MVP титулын, яғни ең қымбат ойыншы болған. 400 сейфтен көп сейф жасай алған 5 бейсболисттің бірі Билли Вагнер 13-ші нөмірлі жейде киген. Футболда да қалыс қалмайды. Қазіргі Томас Мюллер, Майк Конн, Майкл Баллок, Алессандро Неста, тіпті Месси футболға келмей тұрып, көптеген рекордтарға ие болған Герд Мюллер 13-ші нөмірмен ойнаған. Немістің венгері Томас Мюллер 13-ші нөмірде 2014 жылғы әлем чемпионатын ұтып алғанын бәріңіз білетін шығарсыздар. 13 саннан өте көп адам қорыққанымен, әртүрлі елдерде әртүрлі сандар сәтсіз саналады. Қытайда 4 санын сәтсіздікке теңейді. Жапондар 9 санына жолағысы келмейді. Итальяндықтарда 17, Үндістанда 26 және Болгарияда басқа сандарға қарағанда 0,88, 88,8, 88,88 санынан қорқады. ақш ең бірінші мемлекет болғанда 13 колониясымен жалауында 13 жұлдыз бейнеленген болатын. Христофор Колумб жаңа жерді ашқанда 13-ші қазанда келген болатын, бірақ сол кездегі еуропалық христиандардың қатты қорқатынына байланысты 12-ші қазан болып кеткен деген дерек бар. Сонымен бұл 13 сан сізге сәтсіздік әкеле ме, әлде сәттілік әкеле ме? Бұл өзіңіздің сеніміңізге байланысты. Мен өз басым бұл санды қарапайым сандар ретінде ғана қараймын. Және бүгінгі видеомыз бітті. Ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк. Біздің ВК, Инстаграм парақшаларымыз туралы ұмытпаңыздар. Арнада бірінші болсаңыз, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз, өйткені жақында өте керемет видеолар, өте қызықты видеолар шығатын болады. Сол үшін келесі видеоларда жүздескенше.